Қайырлы күн, құрметті менің YouTube арнамның көрермендері. Бүгін мен сіздерге домбыраны үйренудің тез және оңай әдісі туралы мәлімет беремін. Жалпы бірінші жаңағы мен айтайын деп отқаным домбыраны сандық тәсілмен үйрену әдісі. Бұл әдіспен тез және оңай үйренуге болады. Мысалы, домбыраның мойнындағы пернелерден сандармен санап табамыз. Мысалы, екі шек бар, үстіңгі шек, астыңғы шек. Мысалы, 19 перне бар. Жоғарыдан бастап саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кете береді. Мысалы, қазір мен сіздерге көрсетемін. Мысалы, мына жақсы адамдар мәнінде басында 5 пен 7 деп тұр. Үстіндегі 5 деген домбыраның үстіңгі шегінен табамыз деген сөз. Ал 7-ні домбыраның астыңғы шегінен табамыз. Мына үстінде мынау төмен қағыс деген сөз. Міне мынау. Ал екіншісі жоғары қағыс. Мына екі сан бір қағыс болып есептеледі. Мысалы мен сөзіммен жазып қойдым астына. Жақсы адамдар мәні. Тірліктен іздеп буынға бөліп. Мысалы қазір 5 пен 7-ні табамыз. Үстінде 5, астында 7. Қазір көрсететін боламын. Мысалы, үстінде 5 болса, үстінен іздейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5, мысалы астынан 7. Үстінен 5-ші пернені таптық, астынан 7-ші перне. Төмен қағамыз, мысалы. Төмен болса төмен, жоғары болса жоғары. Міне солай іздеп табамыз. Бұлай ешқандай қиын емес. Тағы да көрсетейін. Мысалы, жаңа 5 пен 7-ні таптық. Енді мына 5 пен 7 тағы да 5 рет ойналады, қайталана береді. Міне әрі қарай көрсетейін. Мысалы, мына жерде 0 мен 8 деп тұр. Үстінде 0, астында 8. Осыны тауып көрейік. 0 деген ешқандай пернені баспау. Қағысы жоғары екен. Мысалы, үстінде 0 болса, ол ешқандай пернені баспау. Пернеден баспаймыз. Ал 8 ол астында. Демек, астынан іздеп табамыз. Жоғарыдан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8. Жоғары дедік, міне жоғары қағамыз. Міне солай сандарды тауып, мысалы, солай тауып үйренеміз. Мысалы, жаңағы 5 пен 7 басында 5 рет ойналады. Сосын жаңағы 8. Жаңағы неше рет ойнайтынын біліп аламыз да, солай жаттаймыз. Мысалы, 5 пен 7-ге 5 қағыс деген сияқты. Бұлай үйрену ешқандай жаңағы қиындық тудырмайды. Үйрену жақсы, жеңіл. Мысалы, жақсы адамдарым әннің басын тартып көрсетейін. Тірліктен іздеп келеміз қайда, қол созамыз көп, неге біз айға. Күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда. Мына сөзмен айтқан кезде тез жатталады.
жақсылап. Егер түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Жауап беруге дайынмын. Ал келесі видеода жолыққанша